Сәлем достар, сіздермен бірге мен Мариям. Бүгін біз сіздермен пластилин жасайтын боламыз. Достар, бізде міндетті түрде темір ыдыс болу керек, өйткені біз оны газға қоямыз. Біз енді ұнымызға тұз қосамыз. Тұз 2 кішкентай қасық болуы керек. Содан кейін сода да 2 кішкентай қасық болуы керек. Сосын оған бізде осындай қызғыл сары краситель, бізде осындай торттарға, тамақтарға қосатын краситель. Біз осыған аздап қосамыз. Енді біз оны араластырамыз. Енді біз оған сұйық май қосамыз. Сұйық май 2 дәу қасық болу керек. Енді тағы да араластырамыз. Енді оған шетінен су қосатын боламыз. Бізде осындай 1 кружка су болу керек. Достар, бізде осылайша қоюланды, жақсылап тұрып араластырып алдық. Енді біз бұны отқа қоямыз. Енді достар, біз оны астын баяу қылып қостық. Енді біз оны пластилин болғанша араластырып тұрамыз. 10 минуттай араластыру керек. Мінекей достар, қоюланып келе жатыр. Асты жабысып жатса, қорқудың қажеті жоқ. Себебі оның қоюланған кезде барлығында асты жабысады. Достар, бізде осындай комоктар пайда бола бастайды. Байқанғандарыңыздай, біздің араластыруымыз қиын болып бара жатыр. Біздің пластилиніміз дайын болайын деп қалды. Мінекей достар, біздің пластилиніміз дайын болды. Достар, бізде осылай пластилин шықты. Біз оны тақтайға қойып, осылай күлшелеп алдым. Тақтайға да жабыспайды, қолға да жабыспайды. Ешқандай зияны жоқ бұның. Аллергия тудырмайды, қолға жабыспайды, иісі мүлдем жоқ. Қараңыздар, іші мынандай жұмсақ кәдімгі пластилин. Достар, біз осындай неше түрлі пішіндер жасадық. Достар, бір ескертетін жайтым бар. Мынандай қақпағы жабық ыдыстарға салып қоймасаңыздар, жұмыс істеп біткен соң осындай ыдыстарға салып қоймасаңыздар, қатып кеуіп кетуі мүмкін. Достар, осындай ыдысқа саламыз. Сау болыңыздар.